Қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы таң, құрметті оқушылар. Бүгін кезекті нұсқа талдауымыз, яғни Қазақстан тарих пәні бойынша бастайық. Бірінші сұрақ. Бірінші сұрақ мынадай болыпты. Шығыс Европада өз мемлекетін құрған ғұндардың ұлы көсемі. Бізде жалпы ғұн деген кезде есімізге кім түсу керек? Көбінесе бізде есімізге мөде түседі, дұрыс па? Яғни ғұн көсемі, өйткені біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырда, яғни біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасырда мөде негізін қалады. Түсінікті ғой? Енді қараңыздар, құрметті оқушылар. Бізде жалпы ғұндарды ұлы көсемді қалай атайтын еді? Еске түсіріп жіберейік. Ұлы көсемді бізде Шанью деп атайды. Түсінікті ме? Шанью. Шанью. Енді Шанью немесе Тәңір құты. Тәңір құты. Көп оқушыларымыз уже ұмытып қалған, бастапқы тақырыптарым болды ғой, бұл енді. Көбінесе қазір енді бір сұрақ кем дегенде осы ежелгі Қазақстаннан келеді. Енді қараңыздар, сұрақ бізде Европаға байланысты болатын болса, жауабы ол бізде қандай? Аттила болады. Түсінікті ме? Яғни біздің негізі қалаған, яғни Европада атақты билеуші болған, ол бізде Аттила. Вот осы. Яғни Аттилаға байланысты, мысалы, басқаша аты ол Еділ. Түсінікті ғой? Вот осыны да біліп жүреміз. Түсінікті ме? Келесі сұрақ. Шығыс Дешті Қыпшақ, Жетісу, оңтүстік Қазақстан аумағында, яғни экономикалық және саяси үдерістердің заңды нәтижесі. Бізде жалпы оқушылар жалпы негізін қаланды. Егерде мына жақта сұрақта көбінесе белгілі бір елді мақтайтын болса, ол скорее всего Қазақстан. Немесе белгілі бір ұйымның бір жиналысы өтетін болса, ол скорее всего Қазақстанда болды. Өйткені сіздің пәніңіз тарих, сіз бөтен елді бір мақтамайсыз ғой. Зачем сізге? Енді сонда жауабы мына жерде Қазақ хандығының қалыптасуы. Енді көп оқушыларымыз шатасып кету мүмкін. Қай жағынан? Мысалы, Жетісу болатын болса, ол бізде көбінесе Моғолстан. Оңтүстік Қазақстан дейтін болатын болса, яғни оңтүстік Қазақстан, ол бізде көбінесе пайда болды. Шайбани әулеттері, жаңағы өзбек хандықтары. Ал енді шығыс Дешті Қыпшақ жері, ол көбінесе Қазақ хандығы. Мысалы, шығыс Дешті Қыпшаққа байланысты Ақ Орда бар. Тек өзін ғана қарайтын болса, Әбілқайыр хандығы бар. Түсінікті ғой? Енді қараңыздар, жалпы общий біздің Қазақстанның территориясына байланысты сұрақ келіп тұрса, ол әрине Қазақ хандығы. Давайте бір еске түсіріп жүрейік. Қазақ хандығы бізде қашан құрылды? Қазақ хандығы бізде 1465 жылы құрылды. Кімнің дерегі бойынша? Мұхаммед Хайдар Дулатидің, бізде Мұхаммед Хайдар Дулати негізінен Моғолстанның тарихшысы. Яғни бұл кісінің еңбегі қалай аталады? Тарих және де Рашиди деп аталады. Тарихи Рашиди. Дулат тайпасынан шыққан, айтпақшы, бір еске түсіріп жүріңіздер. Парсы тілінде жазылған. Бұл еңбек, оқушылар, тағы да бір қызықты дерек, бұл еңбек бізде қашан пайда болды десе, яғни 16-шы ғасырда жазылды. Түсінікті ме? Көп оқушыларымыз осы жерде шатасады, яғни 1465-те Қазақ хандығы құрылса, сол моментте жазылды деп ойлайды, бірақ олай емес. Нақтырақ айтатын болсақ, 1542-1546 жылдар жазылған. Осы уақыт аралығында парсы тілінде жазылған еді. Түсінікті ғой? Кеттік. Яғни осында бір біліп жүретін боламыз. Келесі сұрақ. Ашаршылық жылдары, яғни қазақ халқының мүшкіл жағдайын көрсетіп, Сталинге хат жазған қазақ зиялысы. Бізде Сталинге хат жазған, ол кім десе, жазып кетейік. Сталинге хат, ол бізде Тұрар Рысқұлов болады. 1933 жылы, яғни 1933 жылы Сталинге хат жазады. Даладағы аштық атты еңбегі бар еще жалпы. Бұған дейін негізінен оқушылар Бесеудің хаты деген болған еді. Яғни 1932 жылы Бесеудің хаты Голощекинге жазылған еді. Голощекин дегенді жазып қойсақ, сол кісіге хат жазылған еді. Ең алғашқысында білесіздер, бұл ұлы нәубет, яғни ашаршылық. Қазақ халқының 2,1 миллион қазағы қырылады. Өкінішке орай 40 миллионда 5 миллион малдан
тек қана қалада 4,5 миллион мал қалады. 1 миллионға жуығы Қазақстаннан кетуге мәжбүр болады. Яғни осындай барлық деректер осы ашаршылық заманында болды. Яғни 1932 жылы Голощекинге жазған, ол бізде бесеудің хаты. Көп оқушыларымыз осы жерде шатасады екен. Бесеудің хаты. Түсінікті ма? Яғни бесеудің хаты, бір еске түсіріп жіберейік. Ғабит мүсірепов, Ғатауллин, Алтынбеков, Қуанышев және де Дәулетқалиев болып саналады. Жақсы. Аха, ал Әлихан, Міржақып, Ахмет Байтұрсынов өкінішке орай ол уақыттары яғни қамауда. Оларды тергеу болып жатқан еді. Ашаршылық кезінде біздің алашияларымыз көбісі тергеуде жаңағы қамауда болған еді. Яғни олар жайлап бір 2-3 жылдан кейін өкінішке орай көбісі жаңағы репрессияға ұшыраған еді. Жақсы, кеттік. Келесі сұрақ, мынауған байланысты сұрақ жоқ шығар деп ойлаймын. Келесі сұрақ: 1720 жылы Сібір, Ертіс және де Калыван шептерінің негізін қалаған әскери отряд басшысы. Бір қызық айтайын ба, оқушылар, осы жерде көп оқушыларымыз миында бір адам келеді. Ол адамның миында, яғни Бухгольц деген келеді. Бірақ ол емес. Жауабы Лихарев болып саналады. Не үшін Бухгольц деп жатырмын? Өткен 1716 жылы жаңағы Жәміш деген бекініс салынады ғой. Сол кезде басшылық еткен осы Бухгольц болған еді. Ал бұл жердегі 1720 жылдары жаңағы Сібір, Ертіс, Калыван шептерін ол осы Лихарев болып саналады. Тағы да бір нәрсе айта салайын, мысалы бұл кезде бекініс, жалпы Ресей мақсаты мынандай болған еді: қазақ жеріне бекіністер салу арқылы соғыссыз ақты жаулап алам деп ойлады. Яғни бекіністер салады, бекіністер салғаннан кейін әскерлерін алып келе береді, сөйтіп Қазақстан, яғни қазақтар бір ортада қалып қалады деп ойлады. Сондай бір план бойынша келген еді. Жақсы. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ: Оғыздардың 24 тайпаға бірігіп, Бозоқ, Үш оқ деген топтарға бөлінгендігі туралы, яғни көрсеткен кім? Ол бізде жазып кетейік. Бұл жерде Махмуд Қашқари болып саналады. Яғни Оғыздардың 24 тайпаға байланысты не айтамыз? Махмуд Қашқари Дивани Лұғат атты еңбегі бар. Дивани Лұғат Ат-Түрк деген еңбегі бар. Яғни түрік тілдерінің сөздігі деген еңбек. Түсінікті ма? Жалпы Оғыз тайпасы Бозоқ және де Үш оқ деген жаңағы екі басшысы болады. Оң жақ пен сол жақтарында, сол жақтары отырған. Содан кейін келесі. Оғыздарда мысалы бұлардың уақыттары қай жақта? 9 ғасыр және де 11 ғасыр болған. Яғни 9 ғасырдың соңы мен 11 ғасырдың ортасына дейін бұл мемлекет өмір сүрген. Көбінесе бұл мемлекеттің өмір сүрген жерлері Сырдарияның төменгі ағысы мен орта ағыстарында өмір сүрген, сосын батыс Қазақстанға қарай көше бастаған еді. Түсінікті? Яғни бұл туралы біз білу керекпіз. Тағы да орыс жылнамаларында бұл Оғыз мемлекеті туралы айтылған. Яғни олар өз еңбектерінде, мысалы орыс жылнамаларында оларды торг деп атаған еді. Түсінікті ме? Мысалы білесіздер, 965 жылы Святославпен бірге, яғни еділ бұлғарларын, хазарларды құлатты. Шатасып кетті ме? 985 жылы еділ бұлғарларын құлатқан еді. Түсінікті ме? Еділ бұлғарлары деп жазайық. Түсінікті? Яғни 965 хазар, 985 еділ бұлғарлары. Жақсы. Кеттік келесі сұрақ. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт азаттық көтерілістің тарихи оқиғаларды хронологиялық реттілік бойынша қойыңыз дейді, яғни орналастырыңыз дейді. Окей, жақсы. Жасап көрейік. Бірінші, давайте жылдарын. Кенесары Қасымұлы хан болып сайланды бізде 1841 жылы. 1841 жылы қыркүйек айында, яғни Кенесары Қасымұлы официально хан болды. Біздің қазақтың ең соңғы ханы осы Кенесары Қасымұлы. Ахмет Жантөрин мен Баймағамбет Айшуақұлы жасағы жасақталды 1843 жылы. Яғни 43-те жасақ яғни дайындалады. Оның қасында жаңа Лебедев дегендер бар, осылар тоже қосылған еді. Өйткені олар Қазақстан территориясын білмегендіктен. Потом 1844 жылы осы Ахмет Жантөриннің жаңағы әскеріне, отрядына жаңағы жеңіп, Кенесары Қасымұлы 44 сұлтанды өлтіреді. Келесі,
Ақмола қамалын талқандап өртеп жіберді 1838 жылы. Мысалы, сіздерге осы жерде бір күшті сұрақ айтайын. Бірінші, давайте. Ақмола бекінісін бізде қорғаған адамдар. Ақмола бекінісін қорғаған, сол жақтағы аға старшын болған, яғни аға сұлтан болған, Қоңырқұлжа Құдаймендіұлы деген болған. Келесі. Ал орыстардан жаңағы басқарған, отрядты басқарған ол Карбышев болады. Енді тағы да бірне айтайын. Бұл кезеңде мысалы министрлер ортада келіп қалады деген сияқты ойымда тұр. Басы қара атты жаңағы батырдың ерлігі. Басы қара и плюс 255 сарбаз осы бекініске шабуыл жасаған кезде ерлікпен қаза тапқан еді. Түсінікті? Келесі кекілік сеңгір, яғни соңғы шайқас. Кекілік сеңгір немесе тоже майтөбе дейді. Бізде екі майтөбе бар. Ол біреуі кіші жүздегі майтөбе, екіншісі жаңағы жетісу жағындағы 1800 және 40 жеріндегі 1847 жылы болады. Енді варианттарын ішіне іздейміз. Бірінші, үшінші дегеннен басталу керек. Одан кейін 41 и потом 1, 3, 2, 4. Яғни Д варианты. Түсінікті ма? Жақсы. Кеттік келесі. Келесі сұрақ. Абылай ханның ықпалды кеңесшісі, яғни жырау. Бізде жалпы Абылай ханға байланысты екі адам келеді, жырауға байланысты. Біріншісі ол Бұхар жырау. Енді әрине жауабы Бұхар жырау, көбіміз білетін шығармыз, оны қатты тоқталып керек емес. Яғни Көмекей әулием, Бұхарым деп айтады осы Бұхар жырауды. Яғни Көмекей әулие, оның жаңа кеңесшісі болған, кішкентай кезінен бастап көрген осы Бұхар жырау. Ал енді келесі, мысалы, Үмбетейге байланысты келек. Бөгенбай батыр бар. Атақты Бөгенбай батырдың өлімін естірткен, Бөгенбай батыр өлімін естіртті кім десе, сіздер жауап беру керексіздер. Ол бізде Үмбетей деп жауап беру керексіздер. Ал Бұхарға байланысты, мысалы, Бұхар Қалқаманұлының жерленген жерін тапқан адам деген бар. Сондай бір сұрақ бар еді. 8-ші сыныпта ол бізде Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, яғни біздің этнографымыз, әулие кісіміз еді. Тірі кезінде ойлаңызшы, тірі кезінде жаңағы өзінің өлімін алдын ала біліп, ас беріп кетеді 10 жыл бұрын. Сонда бір қызықты дерек бар. Енді Тәтіқара бұл тоже Абылай ханды өзінің еңбектеріне, жырларына қосқан, Ақтанберді, мысалы, жоңғар шапқыншылығына қатысқан жырау деп келеді. Түсінікті ме? Вот осы. Кеттік келесі. Келесі сұрақ. 1917 жылдың сәуірінде Жетісу қазақтарының съезі өтті. Енді по логике таба аласыздар. Қалай? Біріншіден Жетісу деп тұр. Жетісу ол бізде білесіздер, Алматы жақ, Талдықорған жақ деген сияқты ғой. Енді Ақмола ол орталық Қазақстанда, яғни жатпайды. Семей шығыс Қазақстан, Торғай орталық, яғни Қостанай облысы, солтүстік батыс аймақтары десек болады. Сонда жауабы верный. Тағы да жалпы жай қазақ съездері болған. Қазақ съездері мысалы Семейде болған тоже. Ал енді жалпы қазақ съезі деген бар оқушылар. Көп оқушыларымыз осы жерде шатасады екен. Қазақ съезі бар жай, сосын жалпы қазақ съезі бар. Жалпы қазақ съезі 1 и 2 деген бар. Екеуі де, құрметті оқушылар, екеуі де ол бізде Орынборда болды. Екі жиналыста Орынборда болды. Біріншісінде Алаш партиясы құрылады. Алаш партия. Ал екіншісінде оқушылар, ол бізде Алашорда үкіметі құрылады. Түсінікті ме? Алашорда үкіметі. Түсінікті? Все жақсы. Кеттік келесі. Тарихта ККП-ның, яғни басшылығына оның келуімен басқару мерзімі 7 жылға созылып, қайта құру идеясын ұсынған тұлға. Түсінікті ме? Яғни қараңыздар. Бізде қайта құру біріншіден кім кезінде болды десе, қайта құру ол бізде жауабы Горбачев кезінде. Перестройка деп атайды. 3 ұраны болған. Жариялылық, қайта құру, яғни сұрақ келіп қалса, мысалы, ұрандардың ішіне артығын табыңыз деп келіп қалуы мүмкін. Өйткені 4 вариант қой бізде. Жариялылық, қайта құру және де жеделдету. Түсінікті ме? Жеделдету. Ал Андров, Черненко, Брежнев бұлардың барлығы жаңағы тоқырау кезінде болған. Түсінікті ме? Яғни
орысша застой. Тағы да ұбт де келіп қалатын ол Хрущев бар, яғни жылымық кезеңі. Ал әміршіл әкімшіл жүйесі орнаған тоталитаризм кезеңі деп келетін ол сол, скорее всего, Сталин болады. Түсінікті ма? Все жақсы. Келесі сұрақ. 18 ғасырдағы тарихи әңгімелердің негізгі тақырыбы, яғни бізде 18 ғасыр ол біздің ауыр кезеңіміз. Біріншіден, неге? Өйткені бұл кезеңде үлкен бір шапқыншылық болды. Бұл шапқыншылық Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деген шапқыншылық болған еді. Естеріңізде бар болса, яғни Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама. Түсінікті ме? Яғни ақ табаның ағарғанша шұбырынды, яғни ана таракан сияқты қашатын Алқакөлге дейін сұлама. Сұлама ол былай ана орысша измотанный деп атайды, мындай шаршап құлап қаласың ғой. Соны айтады. Сұлау деген сөз бар қазақта. Яғни вот сол сөз. Түсінікті ме? Сұлама, құлап қалма, шыдай тұр. Түсінікті ме? Өйткені бұл кезеңде қазақтардың 3-2 қырылған еді. Халық әні Елімай әні пайда болады. Келесі Шәкәрім Құдайбердіұлының Қалқаман мамыр деген дастанында бір сөз пайда болады. Ол сөздің аты қайың сауған деген сөз пайда болады дейді. Яғни қайың сауған, березовый сок қазір ішіп жүрміз ғой, сондай форматта ойлаңыз, андай шөлдегеннен соның қайың ағашының жаңағы шырынын ішкен еді. Түсінікті ме? Сол үшін де бұл кезең бізде жоңғар шапқыншылығымен тікелей байланысты. Яғни жоңғар шапқыншылығы кезіндегі атақты мысалы шабуыл жасаған қазақ жеріндегі Цеван Рабдан бар. Именно сол уақытта Цеван Рабдан жойқын шабуылдарын жасайды. Одан кейін Қалдан Серен деген бар, иә. Қалдан Сереннің 1741, айтпақшы, Ақтабан шұбырында 23-27-дегі болған бізде шапқыншылық еді. Қалдан Серен. Сосын Галдан Бошоқту, яғни оған дейін болған Севан Рабданға дейін. Галдан Бошоқту, оған дейін Батыр Қонтайшы деген сияқты бізде басшылар болған еді. Бізде деп, жоңғарларда. Жақсы. Кеттік. Келесі сұрақ. Контекст сұрақ келеді. Оқушылар, контекст сұрақ келген кезде көбінесе контекстте ол кесте болуы мүмкін, ол болуы мүмкін, сұрақ, яғни мәтін болуы мүмкін, немесе бір карта болуы мүмкін. Сол үшін де сіздерге мысалы, егерде карта көбінесе бізде жаңағы орта ғасырдағыларды келе бастайды. Яғни сол үшін де орта ғасырдағы, мысалы, сіздер жаттайсыздар сұрақ жауап, мән беріңіздер. Не нәрсеге мән беріңіздер? Ана тақырыптағы жаңағы карталарға. Соған байланысты бір сұрақтар келіп қалуы мүмкін. Кейбір кезде жауаптар сол картада болып қалуы мүмкін деген сияқты. Мысалы, мына сұрақ. Моғолстан мемлекеті, яғни 15 ғасырдың бірінші жартысында Моғолстан мемлекеті құрылған ұлыс. Яғни бізде жалпы Шыңғыс ханның атақты 4 баласы болған. Қазақстанды бөліп берген Шыңғыс ханның осы 3 баласына бөліп береді. Яғни Үгедей, Жошы, Шағатай. Үлкені Жошы, яғни бізде ертістен Европаға дейін ат тұяғы жеткенше дейін деген сөз бар. Үгедей Қазақстанның шығысы мен батыс Моңғолия, ал Шағатай оңтүстік Қазақстан мен оңтүстік шығыс Қазақстан. Яғни оңтүстік шығыс Қазақстанда бізде Жетісу дейді. Сонда жауабы ол Шағатай. Келесі, яғни қатты бір тереңірек кірмей ақ қоя керек, контекст болғандықтан. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Моғолстан мемлекетінің орталығы Іле өзен бойында орналасқан. Ол Алмалық. Түсінікті ме? Алмалық осы Моғолстан мемлекетінің астанасы болған еді. Түсінікті ме? Келесі. Картаны және тарихи білімдеріңізді қолдана отырып, 14 ғасырда, яғни Моғолстанның басты қарсыласы кім болды? 19 ғасырдың соңына қарай. Бұл адам, яғни Әмір Темір болып саналады. Мен сіздерге айта салайын сразу. Әмір Темір шапқыншылығы деген бар еді. Қараңыздар, картадан Әмір Темір тұр, көрдіңіздер, яғни осы жаққа шабуылдар жасайды. 1370 жылдары, яғни сол аймақтарды басып ала бастайды. Яғни ең алғашқысында мысалы 1365 жылы мысалы Батпақ шайқасы болған еді. Яғни Батпақ шайқасында өкінішке орай Әмір Темір жеңіліп қалады, иә. Батпақ шайқасында жаңағы кім жеңеді? Тоғылық Темірдің баласы Ілияс Қожа жеңеді. Осындай бір қызықты дерек бар. Келесі.
Картаны және тарихи білімдеріңізді пайдаланып, Моғолстан территориясының қазіргі таңда қамтитын жері, Моғолстанның қазіргі таңда, қараңыздар, біріншіден ол солтүстік, батысы Жетісу болу керек, яғни мынаны алып тастайсыз. Оңтүстік батысы Қырғызстан болу керек, точно мыналар емес. Сонда шығысы Шыңжаң деген бұл. Яғни Қытай жақ, шығыс Түркістан аймақтары. Сонда жауабы А варианты. Түсінікті ма? Бұны да тоже білу керексіздер. Сіздер тек қана мысалы жетісуды көріп, Б немесе А-ны өтірік белгілеп кетпеңіздер. Мән беріңіздер, толықтай оқыңыздар, сол кезде балдарыңыз күймейді. Келесі, карта бойынша қазақ ханы Моғолстан мемлекетін тигізген әсері қандай болды? Тигізген әсері бізде Моғолстан тайпалары Қазақстанның этникалық құрамын толықтырды. Яғни осы. Түсінікті ме? Яғни 2 болады. Сонда жауабы А варианты. Өйткені қалғандары кірмейді, жаңағы әмірлер бақталастығы қазақ ханның құрылуына алып келген жоқ. Келесі, қазақ ханның Моғолстан билеушілері шағатай ұрпағы болып келеді деген сияқты. Ондай нәрселер сәл қате. Өйткені қазақ хандығының негізін қалаған ол көбінесе жошының ұрпақтары. Түсінікті ме? Келесі. Келесі контекст, яғни мәтін кетеді. Мәтін бойынша Әбілқайыр хан билік еткен. Билік етті, қай жақта билік етті? Ол бізде кіші жүзде, яғни жауабы кіші жүз 1710 және де 1748 жылдары басқарған еді. Түсінікті ме? Кеттік келесі. Мәтін бойынша, яғни 18 ғасырда, 18 оқушылар, 18 ғасырда жергілікті халық пен әскери гарнизон арасында қақтығыс өтті. Ол бізде омбыда. 8 сынып Атамұра баспасы ашып қарасаңыздар болады. Яғни қарсылық наразы болады, өткені Әбілқайыр ешкімге айтпай, негізінен жаңағы нені жібереді, хат жібереді. Ол кезде Ресейде Анна Иоанновна деген отырады. Осында бір ерекшелік болады. Түсінікті ма? Кеттік. Келесі, мәтін бойынша 18 ғасырдың басында қазақ жоңғар нәтижесінде Ресей империясының жүргізген саясат негізі, яғни кіші жүздің аумағын жаулап алды деген келеді. Өйткені бізде ең алғашқы қазақ хандығында осы кіші жүз қосылады, потом ғана уже жайлап қалғандары да қосыла бастайды. Келесі. Дұрыс дәйекті анықтаңыз. Қараңыздар, сіздерге бір лайфхак жасайын. Ұзақ болып тұр ғой. Қарайсың, Әбілқайыр сен кіші жүз екенін білесің ғой, ол бізде батыс Қазақстан. Сіз егер де географиялық біліміңіз болатын болса, яғни Нұраны, Есілді, Ертісті белгілемейсің точно. Өйткені олар өзендері бізде орталық Қазақстандағы, шығыс Қазақстандағы өзендер. Ал жайық қана батыс Қазақстанда. Сонда жауабы Д варианты болады. Бұл бір подарок болып тұрған сұрақ. Келесі. Яғни берілген ішінен, енді соңғы сұрақ оқушылар, берілген ішінен, дәйектердің ішінен патша үкіметінің елі мен жайық аймағында жүргізген саясатына қарсы халықтың әрекеттері туралы дұрыс дәйекті анықтаңыз. Бұл жерде мысалы мынау болады. Екеуі болады. Барымта деген сөзді білесіздер ме оқушылар? Барымта дегеніміз оқушылар ұрлау ғой. Енді көбінесе жайдан жай ұрламайтын, көбінесе кейбіреулері өздерінің ауылдарын қамтамасыз ету үшін ашаршылық кезінде сонда барымтамалар жасайтын, яғни жаңағы малдар айдап алып кетеді деген сияқты, яғни ұрлық қой енді. Түсінікті ме? Осы оқушылар, осымен біздің бүгінгі талдауымыз өз мәресіне жетті. Келесі кезекте, яғни ертеңге дейін кездескенше сау сәлеметті болыңыздар.